Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі бірінші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мен ертегі білемін. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар, бірінші тапсырмаға көңіл аударайық. Тыңда, қайтала, сұраққа жауап бер. Бұл қандай ертегі? Это какая сказка? Балалар, мен ертегі білемін. Ребята, я знаю сказку. Бұл мақта қыз бен мысық ертегісі. Екінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Сен ертегі білесің бе? Ты знаешь сказку? Я білемін. Да, я знаю сказку. Жоқ, білмеймін. Нет, не знаю сказку. Жақсы балалар. Үшінші тапсырманы мұқият тыңдаймыз және қайталаймыз. Прослушай, повтори, говори по образцу. Мысық сиырға барады. Сиыр, сиыр, маған сүт берші, дейді мысық. Сен маған жапырақ бер, сонда мен саған сүт беремін, дейді сиыр. Қайталаймыз балалар жаңа сөздерді. Мынау мысық, мынау сүт, мынау сиыр, мынау не? Бұл жапырақ. Суретке мұқият назар аударайық. Посмотрите на картинку. Және атауларын айтамыз. Мысық. Не дейді? Мысық. Сиыр, сиыр, маған сүт берші дейді. Сүт сұрап тұр. Ал сиыр не дейді? Сиыр айтады. Маған жапырақ бер. Сонда мен саған сүт беремін дейді. Жақсы балалар, біз өткен сабақта мақта қыз бен мысық ертегісінің мультфильмін көрген болатынбыз. Бүгін соны қайталаймыз. Сегодня повторим. Төртінші тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Мысық тауыққа дән береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Мысық дүкеншіге жұмыртқа береді. Дүкенші оған сағыз береді. Мысық қыздарға сағыз береді. Қыздар оған су береді. Мысық ағашқа су береді. Ағаш оған жапырақ береді. Мысық сиырға жапырақ береді. Сиыр оған сүт береді. Мысық мақта қызға сүт береді. Олар дос болады. Бұл мысық. Ендеше балалар, жазу дәптеріндегі бірінші, үшінші тапсырмаларды ашып, мұқият орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.